Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз лабириттен шығу. Алдымен ойланайық. Лабиринт деген сөзді қалай түсінесің? Қандай лабиринтті көз алдыңа елестете аласың? Бүгінгі сабақта үйренетініміз лабиринт ұғымы. Ультрадыбыс датчигін қолдану арқылы лабириттен шығу. Лабиринт түрлі өткелдер мен жолдар арқылы берілген, шатасқан, күрделі құрылым. Лабиринт әртүрлі болып ұсынылуы мүмкін. Лабириттен өтудің мақсаты шытырман бағыттардан, кедергілерден өтіп, дұрыс жол тауып шығу. Лабириттің күрделілігіне байланысты шығудың бір немесе бірнеше жолы болуы мүмкін. Бірнеше жолы болған жағдайда ең тиімді тәсілді таңдаған дұрыс. Программалық ойын арқылы адаспай лабириттен тез шығуға болады. Lego Mindstorms негізінде жиналған EVA 3 роботы лабиринтке кірген кезде лабиринт суреттегі бөлмеге ұқсас болады. Ультрадыбыс датчигін қолдану арқылы лабириттен шығу. Роботты лабиринт арқылы өткізу робототехникадағы түрлі жарыстарда ойнатылады. Роботты лабиринт арқылы жылжытып, оны лабириттен шығару үшін қалай әрекет ету керектігін мұқият ойластырғанымыз жөн. Лабиринт жобасын жасау үшін бізге ультрадыбыс датчигі қажет. Ол роботтың алдында қабырғаның бар немесе жоқ екендігін және осы қабырғаға дейінгі қашықтық қандай екендігін анықтайды. Ультрадыбыс датчигін пайдаланып, лабириттен шығу программасын жасап, роботқа жүктеп көрейік. Бірінші старт блогына цикл блогын жалға. Екінші цикл ішінде ауыстырып қосқыш блогын жалға. Датчиктен ақпарат алу үшін оның режимдерін өзгерт. Ультрадыбыс датчигі, салыстыру, сантиметр бойынша қашықтық, шекті мәніне 40 санын енгіз. Үшінші, ауыстырып қосқыш блогының үстіңгі қабатына рульдік басқару блогын қос. Қосу режиміне ауыстыр. Рульдік басқару мәнін -30-ға, қуатын 30-ға теңестір. Төртінші, ауыстырып қосқыш блогының астыңғы қабатына рульдік басқару блогын қос. Қосу режиміне ауыстыр. Рульдік басқару мәнін 20-ға, қуатын 30-ға теңестір. Енді балалар, тапсырмалар орындаймыз. Ізденіп орында. Сөздің бөлігін тауып, сәйкестендір. Ойлан, жаз. Блоктың атауын және қандай күйге келтірілгенін жаз. Талдап салыстырайық. Scratch программасындағы және EVA 3 программасындағы жұмыс терезелерін салыстыр. Қандай ұқсастықтары бар? Блоктар қалай орналасқан? Компьютерде орындайық. Бірінші старт блогына цикл блогын жалға. Екінші, цикл ішінде ауыстырып қосқыш блогын жалға. Датчиктен ақпарат алу үшін оның режимдерін өзгерт. Ультрадыбыс датчигі, салыстыру, сантиметр бойынша қашықтық, шекті мәніне 15 санын енгіз. Үшінші, ауыстырып қосқыш блогының үстіңгі қабатына тәуелсіз басқару қозғалтқыш блогын қос. Оң жақ пен сол жақ қозғалтқыш қуатын 75-ге теңестір. Төртінші, ауыстырып қосқыш блогының астыңғы қабатына тәуелсіз басқару қозғалтқыш блогын қос. Оң жақ қозғалтқыш қуатын 75-ге, сол жақ қозғалтқыш қуатын -75-ге теңестір. Бесінші, ауыстырып қосқыш блогының астыңғы қабатындағы тәуелсіз басқару қозғалтқыш блогына рульдік басқару блогын жалға. Рульдік басқару қуатын -75-ге теңестір.
айналым саны 2-ге тең болсын. Циклдың аяғындағы шексіздік батырмасын басып, түс датчигінен қызыл түсті таңда. Келесі компьютерде орындайтын тапсырмамыз Scratch программасында мысық пен тышқанға программа құр. Тышқан лабиринт бойымен мысықтан қашып, лабириттің ортасында тұрған тортты жеп қою керек. Ал егер мысық тышқанды ұстап алса, ойын қайта басынан басталады. Ой бөлісейік, өзіңе ұнайтын мамандық иесіне жол тауып бар. Сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, лабиринт деген не? Екінші, лабиринт туралы қандай аңыз әңгіме бар? Үшінші, лабиринт жобасында қандай датчиктер қолданылады? Себебін анықтайық. Не себепті лабириттен шығуға датчик қолданылады? Неліктен лабириттен шығудың бір немесе бірнеше жолы болуы мүмкін? Үйде орындайық. Жақсы маман болу үшін қандай қасиеттер керек? Бір ғұлама, ең қиын мамандық адам болып қалу деген екен. Осы туралы өз ойыңды 6-7 сөйлеммен білдіріп, мәтіндік редакторда теріп жаз. Сабағымызды бағдаршам арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.